Сәлеметсіздер ме балалар, бүгін сіздермен әдебиеттік оқу 2 сынып 77 сабақ. Сабақтың тақырыбы бізде не үйрендім? Балалар, бүгін әдебиеттік оқуда барлық тапсырмаларды орындаймыз. Менімен бірге соңына дейін қарап отырыңыздар балалар. Ендеше бізге берілген тапсырма халық шығармаларын бір-бірінен ажырата аласың ба? Байқап көр. Бірінші тапсырма халық ауыз әдебиеті туралы білетініңді айт. Ертегілер, бесік жыры, аңыздар, мақал-мәтелдер, жұмбақтар, жаңылтпаштар, шешендік сөздер, басты сипаттар. Ендеше біздер халық ауыз әдебиеті туралы айтамыз балалар. Қазақ әдебиеті қазақ халқының ғасырлар қойнауынан ұрпақтан ұрпаққа жеткен рухани, мәдени мұрасы, сөз өнерінің асыл қазынасы. Қазақтың сөз өнерінің тегі әріден түркі тілдес тайпалардың өз алдына халық болып қалыптаспай тұрған кезінен басталады. Халық фольклоры мен поэзиясының негізгі сол тайпалар шығарған ертегі, аңыз әңгіме, мақал-мәтелдер жатыр. Батырлардың отаншылдық сезімі, туған халқының азаматтығы жолындағы күрестерінен жырға қосқан батырлар эпостар. Ол батырлар Қобыланды батыр, Алпамыс батыр, Ертарғын, Қамбар батыр, халық арасынан кейін тарап сүйікті шығармасына айналған жастардың адал махаббаты, алмағайып тағдыры жырланған лиро-эпикалық дастандар. Олар бізде Қозы Көрпеш, Баян сұлу, Қыз жібек. Қазіргі қазақ әдебиетінің өз алдына мол мұрасы болып саналады. Қараңыздар, бұл ауыз әдебиеті балалар. Келесі екінші тапсырма. Бұл бөлімнен қазақ ауыз әдебиетінің қандай түрлермен таныстың? Сызбаны толықтырып жаз. 4 түлік туралы жырлар, ертегілер, жұмбақтар, аңыздар, мақал-мәтелдер, шешендік сөздер, бесік жыры, жаңылтпаштар. Ал балалар, келесі тапсырманы қарайық. Ал келесі үшінші тапсырма 2 немесе 3 қатар бойынша жаңылтпаш айтудан жарысып көріңдер. Бірінші қатар тарғыл итім талға оралар. Екінші қатар шын еңбекшіл өрмекші, өрмекші шын еңбекші. Жаңылтпаш қазақ ауыз әдебиетінің шағын жанры. Жаңылтпаш ойын-сауыққа жиналған жұртты күлдіру, жас ұрпақтың тілін ұстастырып, әр түрлі сөзді шапшаң айтуға үйрету мақсатымен пайда болған. Келесі 4-ші тапсырма белгілі бір тақырып төңірегінде мақал-мәтелдерді қолданып сөйлесіңдер. Үлгі, достасу тақырыбы. Бірінші оқушы 100 сомың болғанша 100 досың болсын дегендей сенімен дос болғым келеді. Екінші оқушы достасақ достасайық, мыңның жүзін білгенше бірдің атын біл деген атың кім? Бірінші оқушы атын айтады. 100 жылыдан түңілме дегендей сен бірден ұнаттым. Екінші оқушы рахмет, жаманға жан жуымас деген бар. Осы нақылға қарағанда жаман болмағаным ғой. Мен де есімімді айтып қояйын. Менің атын деп өзінің атын айтады. Ал балалар, достық туралы әңгіме жазамыз, Адам өміріндегі ең маңызды дүниенің бірі ол достық. Дос деген кім? Және достық қалай таңдаймыз? Адам бұл дүниенің ажырамас бөлігі. Сол секілді достықта адамның маңызды бөлшегінің бірі. Біз өмір сүріп жатқан ғаламшар тұтас бір нәрседен тұрмайды. Әрине, онда адалдық, сатқындық, жамандық пен жақсылық қатар жүрмек. Біз күнделік өмірде дос деген сөзді қаншалықты қолданамыз және қаншалықты бағалаймыз. Рас, қазіргі таңда дос деген сөздің қадір-қасиеті қашып бара жатқан секілді. Байқайсыздар ма? Көшеде кетіп бара жатқан кез келген адамға дос деп сөйлейміз. Бірақ сол адамның саған деген достық күші қаншалықты? Соған байланысты қазақта дос туралы мақал-мәтелдерде аз емес. Дос жылатып айтар, дұшпан күлдіріп айтар. Досы көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды. Біз қашанда өзіміздің ақыл-парасаты мол, дос пен дұшпанды ажырата білетін, дана халық екенімізді танытып білеміз. Біздің ата-бабамыз досын жауға бермеген, дұшпанын табалдырығынан аттатпаған халық. Парсы жаушы Кабустың әйгілі Кабуснама кітабында былай делінген екен. Ей перзентім, мынаны білгейсің, адамға тірісінде доссыз болмайды, адамның доссыз болғаннан ағайынсыз болғаны жақсы. Бір данышпаннан дос пен ағайынның қайсысы жақсы деп сұрапты. Данышпан дос жақсы депті.
доссыз өмір шынымен де көшсіз өмір секілді. Шын достықты бағалай білейік, достың жақсысын таңдай білейік балалар. Ал балалар, келесі соңғы 5-ші тапсырма түзетіп оқы. Май жақтым да үтікке, тоқ жібердім етікке. Сұрап алып кеседен, қымыз іштім шешемнен. Құрдым тауды, шолдым ауды, кердім талқан жердім арқан. Мұзаппар, әліпай, енді өлеңді біз дұрыстаймыз. Май жақтым да етікке, от жібердім үтікке. Сұрап алып шешемнен, қымыз іштім кеседен. Құрдым ауды, шолдым тауды, кердім арқан, жедім талқан. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, подписка кнопкасын басып қойыңыздар балалар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар балалар.